Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 1 триллион 98,9 миллиард теңге зейнетақы төлеуге бөлінді деп хабарлайды Қазақпарат. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, 1 мамырдағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120.686 теңгені құрады. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 82.851 теңге, базалық зейнетақы 37.835 теңге. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатынын еске саламыз. Бұл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақты жүйеде жұмыс істеген уақыты, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары төленген кезеңдер зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтіліне қосылады. Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл болса, одан да аз болса, сондай-ақ мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 60%-на тең болса, содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2%-ға артады. Ал егер сіздің өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы күнкөріс деңгейінің 80%-ын құрайды. Егер 30 жыл болса, онда ең жоғарғы 100% белгіленеді.